Дебат шоудың тарихында алғаш рет екі кездесу бір күнде бір сахнада болмақ. Біздің бүгін кештің шоу алды шоу жұлдыздарын шақыруға рұқсат беріңіздер. Бұл кісі өзін дебат шоуда алғаш рет сынамақ. Ол жеңілсек өзінікі болатынына сенімді, және де сол сенімін қарсыласына да, халыққа да дәлелдемек. Олай болса қарсы алыңыздар. 10 дүркін кубок иесі, алтын сапа ойыншысы Өмірзақ Нұрдәулет. Дебаттар тек қана дебат ойнау ұзақтығы сенің мықтылығыңды көрсетеді ме? Жоқ. Ол бұл сөздермен толыққанды келіспейді. Және де өзінің сенімін қарсыласына дәлелдемекші. Себебі ол үшін дебаттағы шын мықтылық ол тәжірибе емес, ол талант. Өз клубына шыққан тұңғыш қатысушы, халық арасында мықты талантымен және Дәшкөн атымен танылған Тастанбеков Данияр. Және де ол төреші өзінің әділ бағасы береді. Осы отырған көрермен сіздер. Барлығымыз білеміз, төреші ретінде ойынның тағдырын шешетін сіздің дауыстарыңыз. Сол себепті ойынды мұқият қарап, өзінің әділ дауысын береді деген сенімдемін. Бүгінгі ойынның тағы бір ерекшелігі ПТФ форматында өтетінде. Олай болса, талантты тәжірибе ме? Әлбе тәжірибені талант жеңеді ме? Ол сұрақтың жауабын ойыннан кейін анықтаймыз. Олай болса, бүгінгі андеркорт ойынның қарары. Ол кандидат тарих ештеңе үйретпейді дейсіз дейді. Ойынның модераторы мен таймкипері Қажиден Мақсат. Ал енді біздің ойыншылар дайын болса, көрермен дайын болса, let's get ready to rumble! Бұл кандидат тарих ештеңе үйретпейді деп есептейді. Ортаға 5 минут уақытпен президент мырзаны шақырамыз, кешіңізде 5 минут. Армысыздар, құрметті достар, барлықтарыңыз осы жерде көргеніне қуаныштымын. Бұйырса, келесі жылы осы сахнада жиі кездесетін боламыз сіздермен. Енді бүгінгі ойын ашылды. Бүгінгі тақырып бұл кандидат тарих ештеңеге үйретпейді деп есептейді. Енді бүгінгі ойында түсініктеме деген көптеген нақты дефиниция беру керек сөздер бар, көптеген түсініксіз нәрселер бар. Енді бірінші үйрену дегеннен бастайық. Жалпы үйрену деген нәрсе бар, және білу деген нәрсе бар. Сіздер білетін нәрселеріңіздің барлығын үйренбегенсіздер әлі. Осы нәрсені қазір бүгінгі ойында түсіндіріп беремін. Екеуінің айырмашылығы мынада. Білу деген просто тарихта бір нәрсенің болғанын білу, үйрену дегеніміз ол нәрсенің не үшін болғанын білу және соны түсіну. И соған сәйкес ары қарай іс-әрекеттеріне вывод жасау. Мына нәрсені жасайын немесе жасамайын деп. Осы нәрсе үйрену. Енді ештеңе дегеніміз не? Ештеңе дегеніммен қатты ойынды қиындатпай, бір тура мағынасында ала салғым келді, бірақ тағы да бір нәрсе қосқым келіп тұр. Бірінші, келсем, ештеңе, абсолютно ештеңе, бірінші тура мағынасында ойын. Екінші, ештеңе дегенді мынандай нәрсе ретінде де алғым келіп тұр. Мысалға, бір үйренген нәрсені өміріңде екінші рет ары қарай қолдана алмайтын болсаң,
оны уже ештеңе деп есептей беруге болады. Өткен өмірде байланысты. Мысалға мынандай, мен балалық шағымды қалай бақыттырақ өткізуді түсіндім қай кезде мен балалық шағым бітіп қалған нәрсе. Значит, бұл нәрсені менің үйренуім ол ештеңеге жатады. Өйткені мен балалық шағым екінші рет келмейді. Өйткені өмір деген осындай қайтымсыз процесс, адамдардың барлығында қайтымсыз процесс болғандықтан ештеңе деген нәрсе осы да кіретіндігінде ішіне. Енді келесі нәрсе тарих дегеніміз не? Осы нәрсе ойында өте маңызды нүктелердің бірі. Тарих деген мен тәжірибе деген екі нүктені ойында ажыратып алуымыз керек. Енді осыған байланысты тарих дегеніміз жалпы өткен шақ деп ала беруге болады, бірақ әрбір адам үшін өзінің өмірі тарих емес. Өзінің өмірі ол тәжірибелердің жиынтығы, өмір баяны болуы мүмкін, өмірлік тәжірибесі болуы мүмкін. Бірақ менің тарихым деген сөз жоқ, менің өмірім деген сөз бар. Енді тәжірибе мен тарихқа қатысты мынандай мысал келтірейік, екеуінің айырмашылығын түсіндіру үшін. Мысалға әйелдердің андай күйеулеріне айтатын әңгімелері бар мысалға. Баяғыда мен мамам айтқан еді саған тұрмысқа шықпа деп, сонда да мамам тыңдамай саған тұрмысқа шықтым. Қазір қарашы жеткен күнімде деген сияқты. Вот осындай сөздер бар айтатын әлі күнге дейін әйелдер часто естиміз біздің қоғамда. Енді егер тарих бір нәрсеге үйрететін болса, онда сол мамасының айтқан сөзінен кейін ол әйел тоқтап қала салу керек еді, ана жігітке тұрмысқа шықпайды. Түсіндіңіздер ма? Значит, тарих біздің ештеңе үйреткен жоқ. Ол әйел ол жігітке тұрмысқа шықпау керек екенін қашан түсінді? Оған тұрмысқа шығып, соңында барлығын өз тәжірибесіне өткізгеннен кейін бірақ түсінді. Бірақ бұл үйренгеніміз ештеңеге жатқызамыз. Неге? Өйткені бұл үйренгенін екінші рет қолданамайды, өйткені ол жастық шағы өтіп кетті, қайтадан тұрмысқа шығатын. Тұрмысқа шығуы мүмкін, бірақ бұрынғыдай болмайтындығында. Түсіндіңіздер ме? Значит, ол ештеңеге үйреткен жоқ. Келесі, тәжірибе мен тарихтың айырмашылығы осындай. Енді неге тарих ештеңеге үйретпейді деген сұраққа жауап беріп көрейікші. Бірінші, адамдар әртүрлі болады. Тарихтағы адамдар болсын, қай кезде болсын, екі адам ешқашан бір-біріне сәйкес келмейді. Екінші, адамдар түсетін ситуациялар әртүрлі болады. Олардың ешқайсысы бір-біріне ұқсамайды. Үшінші, ситуациялар бірдей болып қалуы мүмкін кейбір жағдайларда. Мысалға, темекіге қатысты, бағанағы мамасы мен қызының жағдайына қатысты екеуге тұрмысқа шығу ситуациясына келіп тұр. Бірақ адамдар сонда да ситуацияны әртүрлі қабылдайтындығында. И осы үш нәрсе тарихты ештеңеге үйретпеуіне алып келеді. Мысалға, екі ситуацияға бірдей түсіп тұрған адамда неге бағанағы қыз мамасының айтқанын тыңдай салған жоқ? Өйткені ол ойлады, менің ситуациям мамамдікіндей емес. Менің ғашық болып жатқан жігітім біреу папам сияқты емес деген сияқты. Осындай қате пікірге барды, и соның нәтижесінде қайтадан сол қателікке барғандығында. Келесі, менің құндылығым уникалдық. Неге адамдар уникалды деген сұраққа жауап беріп көрейікші. Өйткені адамдардың бойында қандай бір қасиеттер бар. Менің бірінші аргументім адами қасиеттер. Білесіздер ме, тарихта қаншама ұлық адамдар бар, әртүрлі жырдастандар адамның бойындағы жаман қасиеттер туралы. Тәкаппарлық, атаққұмарлық, дүниенің артынан қумау керек екендігі, әртүрлі жаман қасиеттердің жаман екенін дәлелдейтін әртүрлі еңбектер жазылды. Олардың жаман екенін әртүрлі жолдармен дәлелдеді. Бірақ адамдар сонда да осы күнге дейін ол жаман қасиеттерін жойған жоқ. Баяғыда мысалы беретін Аристотельдің Никомаховая этикасы, одан кейін Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындары, одан кейін осы заманда соңғы 18-19 ғасырдағы қазақ ақын жазушылары әр заманда осы туралы еңбектердің барлығы жазылды, бірақ әлі күнге дейін адамдардың осы қасиеттері жойылған жоқ. Значит, тарихтан біз әлі күнге дейін ештеңе үйренген жоқпыз. Осыдан 2000 жыл бұрын адамдар қандай болды, дәл қазір де сондай екенін білдік. Осы түсінік береміз. Келесі, екінші тарихи қателіктер. Білесіздер ме, тарихта көптеген қателіктер бар. 2 рет, 3 рет, 4 рет әлі күнге дейін қайталанып келеді. Мысалға, Наполеон мен Гитлердің мысалдары. Наполеон 1812 жылы Ресей империясына шабуыл жасады, ұтылып қалды. Не үшін? Климаттың суық болғаны үшін. Бірақ осы нәрсе тарих болып қалды. Одан кейінгі тура осы нәрсені Екінші дүниежүзілік соғысында Гитлер қайталады. Гитлерді Ресей империясына шабуыл жасады да, тура сол климаттың суық болғаны. Егер тарих бір нәрсеге үйрететін болса, онда Гитлер осы факторды ескеретін еді. Бірақ Гитлердің осы нәрсені ескермеуі тарихтан ештеңе үйретпейтіндер дейді. Осымен уақытым аяқталып қалды, қалғандарын келесі роликта бөлімінде айтамын. Сіздің сөзімді мынандай бір сөзбен қорытындылай салайыншы. Бір философтың айтқан сөзі бар екен да, тарихтың бізге үйрететін жалғыз нәрсесі ол тарихтың ешкімге ештеңе үйретпейтіндігі. Үйренгеніңіз келетін болса, онда тарихқа жүрмеңіздер. Дәл қазіргі өмірлеріңізде тәжірибе жасаңыздар, қателесіңіздер, барлығын көріңіздер. Рахмет. Енді сұрақ-жауап бөлімі 3 минут сұрақ-жауап. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Бірінші сұрақ.
кезінде Наполеонның кезінде болды ғой. Потом Гитлер дәл сол нәрсені істеді. Бірақ адамдардың айтуы бойынша Наполеонның адамдары әскері сол кезде арақ ішпеді дейді. Ол сол үшін қалды дейді, потому что ол суықта мұздап. Гитлер барлық әскеріне арақ берді, содан кейін бірақ екеуі де именно климаттық факторларды Гитлер Наполеонның тарихынан бір нәрсені түсінді. Басқа Наполеон білген жоқ. Там бермей қойып, арақты может мұздамайтын шығармыз еді, а Гитлер ол нәрсені үйренді деп бағанаған. Оған басқа факторлар әсер етуі мүмкін. Немістердің алғаш болмаса алуы мүмкін, білмеймін ол. Арақ беру именно Наполеонның қателігінің кесірінен деп дәлелдей Кеттік, мынандай нәрсе. Адамның қасиеті тарихта, негізі жаман нәрселерді тарихта жазылады ғой, келесіз бе? Иә, бар ғой. Получается, бізде тарихта жаман нәрсе де жазылады, жақсы нәрсе де жазылады, жамандықта да үйретіп жатырмыз, жақсылықта да үйретіп жатырмыз, иә? Жоқ, ештеңе жаратқан жоқ. Неге қазір де жоқ? Адамдар ылғи осы шағы қазіргі қоғамы нені талап етіп тұр? Адамдар ылғи осы шаққа қарай киімдер қабылданады. Жақсы. Тәкаппарлық, оған қарама-қайшы кішіпейілділік. Енді менде сұрақ, осы нәрселер тарихта жазылды. Менде мынандай сұрақ, біз неге үйренуіміз керек, тағы қандай мінез бар? Осыда үшінші мінез бар ма? Чтоб біз бір нәрсе үйрендік деп айтатындай. Үйрендік деп айтады. Көп қой мінезі, сараңды. Именно сол тәкаппарлық и кішіпейілділік екеуі қарама-қайшы, мысалы жаман, жақсы, тағы да басқа мінез бар ма? Чтоб біз үйренетіндей тарихтан. Жоқ қой, жоқ, иә. Біз жаңа қасиеттерді жақсыға түсінуіміз керек. Өйткені көптеген тәжірибелер болады, иә? Вот солардың өзі кейін тарихқа айналады ғой. Бірақ бір адамның тәжірибесі екінші адамға тәжірибе бола алмайды. Әр адам тәжірибені өзі осы шешсе. Бірақ енді екінші адамның тәжірибесі үшінші адам үшін тарих, иә? Осы енді мынандай нәрсе, вообще тарихты сонда бізге не үшін береді? Енді осы сұрақ қойылған негізінде. Тарихтың жазылу мақсаттары әртүрлі. Біреулер бір нәрсе үйреткісі келіп жазады, біреулер өзінің атын тарихта қалдырғысы келеді, біреу оны еске алғанын қалайды. Мақсаттары маңызды емес, главное оның ештеңе үйретпейтіндігі. Үйрену деген нәрсе бар, жирену деген нәрсе бар. Келісесіз бе? Иә. Тәкаппарлықты жазды, оны жиренген жоқ. Бірақ тәкаппарлықты біз үйреніп алдық. Сол үшін қазір адамдар келісесіз бе? Тәкаппарлықты жазған үшін үйреніп алдық дейсің ба? Жоқ, иә, соны жазды да тәкаппарлық деген мінезі. Сонда бар екен деді де біз үйреніп алдық. Сонда сен соңында адамдар жаман нәрсеге үйренгісі келіп тұра ма? Адам табиғатынан жақсы нәрсеге үйренгісі келеді. Енді өкінішке орай біз жаман нәрсені үйреніп жатырмыз ғой, оған неге әдемісің ғой енді? Тектер уақыт аяқтап. Данияр мырза, сізге уақыт керек бар. Ендеше 6 минут уақыт сіздің еншіңізде. Ассалаумағалейкум достар. Баршаңыз осында көріп отырғаным өте қатты қуаныштымын. Мүмкіндік бергеніне рахмет. Меніңше бүгінгі ойынды бастайық. Кеттік. Тарих, бұл кандидат тарих ештеңеге үйретпейді деп есептейді. Тарихты өткен шақ деп ашады. Ол нәрселермен 50% полностью келіседі. Тарих ол кезінде бізде болған оқиғалар. Бірақ тәжірибені біз тарих деп алмайтын болсақ, ол болмайтын нәрсе. Өйткені тәжірибенің өзі ол тарихтардан тұрады. Сен бір нәрсені тәжірибеден көрдің ба, ол кейін алдағы уақытта тарихқа айналады. Сен кезінде тәжірибені тарихты білудің қажеттілігі жоқ бойында. Одан кейінгі мына нәрсені айтатын, үйрену мен білу екі бөлек дейді. Иә, бірақ мына нәрсемен өте келісу керек. Бірінші адам білгеннен кейін бірақ үйренеді. Үйреніп бірақ білмейді адам. Бірінші біледі, содан кейін үйренеді. Ал оны адам бір нәрсені үйрене ме, үйренбей ме, оны алдағы уақытта өзі шешеді. Оны қазір алдағы уақытта түсіндіріп беремін. Келесі нәрсеге байланысты ситуацияны әртүрлі қабылдайды деп өзі айтады. Нұрдәулет өз-өзіне қарсы шығады. Бағана айтамын, тәкаппарлықты айтып жатыр дейді. Басқа адамдар оны тәкаппарлықты жаман деп қабылдамауы мүмкін. Нұрдәулет өзі келіседі, ситуацияны әртүрлі қабылдайды. Біреу тәкаппарлықты жақсы деп қабылдауы мүмкін, екіншісі жаман деп қабылдауы мүмкін. Осы нәрсені үйреніп келе жатырмыз біз қазіргі таңда. Тарихта бізде жаман деген нәрсе жазады, жақсы деген нәрсе жазады. Тарих тек қана жақсыны жазып жатқан жоқ, и жаманды да үйреніп жатыр, жақсыны да үйреніп жатыр. Значит, біз бір нәрсені үйреніп жатырмыз достар, болды все. Келесі нәрсеге байланысты адамның қасиеті Аристотель негізінде философияда кезінде атеизмді жазған адамдар бар. И оларды да біз философ деп айтамыз.
сәйкесінше жаман нәрсені үйреткен адамдар да бар, солардың арқасында қазіргі таңда жаман адамдар да бар, жақсы нәрсені үйреткен адам бар, сол үшін қазір бізде жақсы адамдар да бар. Ол ақ пен қара өмірдің заңдылығы, ол жүре береді, алдағы уақытта да мәңгілік жүре береді, ақ пен қара бірге жүре береді. Бірақ қандай сказкада бар, который тек қана жақсылықты үйреніп алуымыз керек. Кім тарихты оқып, болды мен жақсымын деп бүкіл айтып кете алмайды. Өйткені тарихта жамандықта, жақсылықта бірге жүреді. Ол ақ пен қараның заңдылығы, ол нәрсеге біз қарсы шыға алмаймыз. Бірақ та тарих бізге жамандықты да, жақсылықты да үйретіп отыр. Осы нәрсеге нодәулет келіседі. Келесі нәрсеге байланысты енді бағана айтамын, сұрақ жауапта. Наполеонның адамдары арақ ішкен жоқ, сол үшін мұздан өліп там қайтып кетті дейді. Гитлердің адамдары арақ ішті, сол үшін 4 жыл жүрді, ана көп уақыт жүрді. Гитлер тарихта қайталаған жоқ, ол Гитлер бір нәрсені үйренді. Неден үйренді? Арақсыз ішкен тек шоқыларды. Осы нәрсе үйренгені тарих бір нәрсені үйретеді деген нәрсені. Енді басқа нәрселер қатты айтқан жоқ, енді өзімнің нәрсеме келейін. Тарих ештеңе үйретпейді. Бүгінгі ойында көп алаңдашуы болады. Тарих бірдеңеге үйретеді, тарих көп нәрсеге үйретеді. Немесе бірдеңені үйренуінің өзі ол тарих деп ашылады. И осы жерде тарихты ол оқиға деп ашылады. Мейлі қандай оқиға болсын, біреу үшін қазақ хандығында болып жатқан ситуациялардың бәрі оқиға болуы мүмкін. Біреу үшін ана туалетке асығып жіберіп қойған адамның несі оқиғасы да ол тарих болуы мүмкін. Түсінесіздер ме достар? И получается осының барлығынан біз не үйренеміз? Осы бүгінгі ойында қарастыратын мәселелер. Кеттік. Әрбір адамның өмірі ол тарих болуы мүмкін. Ол нәрсені түсіндік, потому что өмір деген оқиғалардан тұрады. Екіншісі тарих ол мемлекеттің шайқастың, бір мемлекеттің тарихы сол мемлекеттердегі тарих болуы. Ол жалпы тарих деп аталады. Одан кейін тарихтың өзінің кезеңдері болады. Оның тақырыбы болады, одан кейін оның параграфы болады. Одан кейін оның айтатын мәселелер болады. Әртүрлі неде бізде тарихта әртүрлі мәселелерге үйретеді. Оның параграфтары бөлек, кезеңдері бөлек, и дамуы бөлек. И сәйкесінше осы нәрселерді қазір дәлелдеп беремін. Кеттік. Мынандай нәрсе, үйрену деген нәрсе бөлек. Одан кейін жирену деген нәрсе. Жирену, қазақта мынандай мақал бар. Жақсынан үйрен, жаманнан жирен. Бізде тарихта жаман нәрселер немесе жақсы нәрселер жазылып жататын болса, біз одан жиреніп жататын болсақ, оның өзі бір нәрсені үйренгенді дәл. Жиренгеннің өзі бір нәрсені үйренгенді дәл. Екінші нәрсе, үйренгеннің өзі сен жамандығын да үйрену мүмкін. Жақсының жақсылығын да үйрену мүмкін. Бірақ жамандығынан жирену мүмкін. Осы нәрселердің барлығы үйренудің ішінде келеді. Келесі нәрсеге байланысты мен негізі көптеген пікірсайысшылармен сөйлестім. Бәрі айтады, тарих неге үйретеді десем, өкінішке үйретеді, махаббатқа үйретеді, жақсы көруге үйретеді, білімге үйретеді, ақылға үйретеді, жек көруге үйретеді. Бірақ осының барлығынан бір түйін шығардым. Неге үйретеді екен? Тарих достар сақтық деген нәрсеге үйретеді. Сақтық деген нәрсені мен екі тарихтан ашамын. Біріншісі, ол нәрсені біреу тарихта істеді ма, ол нәрсені өзіңнің бойында сақтау. Екіншісі, ол нәрсені біреу істеді ма, ол нәрседен сақтану. Қойна болмайды деген нәрсемен сақтану. Осы сақтық екі тарапта жүр. Нодәулет өзім критерийді айтпаса, мен де айтпаймын критерийді, келесі нәрсеге байланысты. Енді нәрсе айтамын. Кезінде қазақ пен қырғыз соғысты дегенде қалай? Қазақ қалмақтарымен соғысып жатқан кезде бір жағынан қалмақтарды және жоңғарларды Манас батыр жеріне бізге көмектесіп жоңғарларды жайқап жатқан кездер болған. Ол кезде біз оларды бойымызда сақтауға үйрендік, олар біздің бауырымыз және олармен бірге болайық деп үйрендік. Бірақ Кенесарының басын қырғыздар алған кезде біз не үйрендік? Олардан сақтануды үйрендік. Өйткені біз ойттық, мына сатқындар деді, бұлар бізді сатып кетті деген нәрсе. Осының барлығы тарихтың бір нәрсені үйреніп жатқандар дейді. Одан кейінгі тарих махаббаттан бойында сақтау деген нәрсеге келетін болсам, айтыңыздаршы, қазақтар кім рухтанбады? Бізге 600 әскермен 50.000 әскерді жеңдік деген кезде, бойымызда сақтайық, қазағын дейміз ғой, осы нәрсені бойымызда сақтайық деп осы нәрсені үйрендік. Бірақ алдағы уақытта алдағы уақытта көптеген көтерілістер болған кезде 86-да, 88-де осы көтерілістер болған кезде мынандай нәрсе болды. Қазақ ол нәрседен наоборот сақтанды, көтеріліске шықпайды. Потому что бір қаланың, бір қыздың арышын бір қаланың жермен жексен етіп тастаған кезде, ол нәрсенің біздің кезіндегі сол көтеріліске шыққан адамдардың қатты қиналғанын көрдік те, біз одан кейін көтеріліске шыққан жоқпыз. Қазіргі таңда қазақтың ары сатылып жатса да, жері сатылып жатса да, қарындасымыздың ары сатылып жатса да, біз одан сақтандық.
біз бойымызға сақтауға да болады деді. Сақтану да, сақтау да осының барлығы бір нәрсені үйренгеніміз. Жақсыны үйренеміз ба, жаманды үйренеміз ба, ол нәрсе маңызды емес. Әйтеуір тарихтан біз бір нәрсені үйреніп жатырмыз достар. Рахмет. Көп сұрақтан бірінші андай ғой, саған мысалға көптеген осы жерде оқыған адамдардың барлығы, вообще адамдардың барлығына ата-аналары туылғаннан бастап мына нәрсе жақсы, мына нәрсе жаман, ішпе шекпе, бұл нәрсе жаман деген сияқты барлығын түсіндіреді. Бірақ бүкіл адамдар подростық кезінде хотя бы бір рет болсын алкоголь немесе темекіні тартып көреді ғой. Оны негізінен үйретпей ғой. Бізге жақсыны да үйретеді, жаманды да үйретеді. Келсем ата-аналарымыз жақсы нәрсені үйрететін шығар. Бірақ солардың артындағы братандар бізге темекі шегуді осы нәрсені ол жақсы да жаман да бірге жүре береді. Маңызды емес. Қайсысы бірінші үйретеді? Қайсысы бірінші үйретеді? Туылған кезде мамамыз тұрса, мамамыз үйретеді. Онда кім не айтса соған сен көтеріп алған, ана үйреніп көтеріп алған. Адамның өзі ситуацияны әртүрлі қабылдайды деді ғой, өзің айттың ғой нәрсені. Ситуацияны әртүрлі қабылдайды. Оған мысалға ата-анасы айтса, вот мына нәрсені ішсең, шексең, мынандай боласың деген нәрсені бала өзі қабылдамайды ғой. Мен ондай емеспін ғой. Мен бір-екі рет көре салайын. Мен ондай зависимый болып қалмайын деген сияқты ойламайды ғой. Ол нәрсені айтқаннан кейін бәрі шешіп кеткен жоқ қой. Сол ата-анасын тыңдаған адамдар да бар ғой. Значит, по-любому тарих бір нәрсеге үйретіп жатыр ғой. Осы нәрсені бірақ кез келген подростықты сондай жолға түсіріп алуға болады ғой. Өйткені оның тәжірибесінде олай емес. Енді оларды тарихпен түсіндіресің ғой. Кезінде мен сен 18 жасында мен уже арақ ішіп жүрген деп біреуді алдайсың да, өзінің тарихын айт десің да, ол анау да шықты ғой, мен де ішемін деп сол нәрсені үйреніп кетеді. Ол по-любому тарихпен алдайсың деп қазақтың тарихына мен мысалға келгенше, біздің тарихымызда ше өте көптеген таққа таластың кесірінен империялардың ыдырауы болды да, оны барлығымыз білдік, ол нәрсенің жаман екенін, жақсы жағы жоқ оның ешқандай. Бірақ 18-ші ғасырда кіші жүз пайлон тағы да неғып кетті ғой, таққа талас үшін өртіп кетті. Иә, айттым ғой, жаман мен жақсылық бірге жүр. Қазір мына қазақтардан бар ғой, адамдар айтуы мүмкін, қазақ ұлыға бөлінеді деп мына топ айтуы мүмкін, екінші топ, жоқ бауырым, қателесесің, қазақ ұлыдан құралады деп айтуы мүмкін. Ол жаман мен жақсы адамның қауымдары әңгіме болады, сол бірге жүре. Мысалға қандай да? Неге біз, мысалы, мақалдар бар да бізде, ата-ананың қадірін бала болғанда білесің деген сияқты әртүрлі мақалдар бар. Неге біз көптеген сол мақалдарды, сол ситуация өзіміздің басымыздан өткен кезде ғана білеміз? Неге біз оған дейін білмейміз? Просто тура солай істегіміз келмейді. Папам тұрады, мен костюм шалбар киіп жүргенмін, консервантты қоғам жақсы дейді, қойшы папа дейсің ғой оны. Сендер уже старыйсыңдар, мен новыймын, басқа нәрсемен жүремін дейсің. Ол өзінің тарихым бар дейсің ғой. Болды. Рахмет. Енді сұрақ жауап бөлімі келесі ма? Бастайтын Нұрдәулет мырза сіз. Ағыларымыздар, бүгін Данияр мырза мынандай өте үлкен қатерлі жібереді. Ол жақсы нәрсе де болуы мүмкін, жаман нәрсе де болуы мүмкін, екеуіне де үйренуіміз мүмкін дейді да. Бірақ кейбір ситуациялар бар, оны жақсы ретінде ешқашан көрсетпеген тарихта. Бүкіл тарихта ол нәрселерді тек қана жаман ретінде көрсетті. Бұл нәрсені істеуге болмайды, бұл нәрсені істесең мынандай нәрсе болады. И оның барлығын тарихи мысалдармен көрсетіп берді. Бірақ адамдар шықты ол нәрсені қайтадан жасай беретін. Ол нәрсені Данияр айтады, оны жақсы деп айтқан адамдар оны таңбаса деген сияқты. Тәкаппарлықты, бір нәрсе дегендерді жақсы деп айтқан адам кім көрсетші маған қайсысы? Ондай адам тарихта болмаған. Бүкіл ғалымдар ол нәрсені жаман деп көрсетті, бірақ сонда да адамдар соны істей берді. И сәйкесінше адамдар ештеңеге үйренген жоқ. Келесі, мынандай нәрсе. Гитлер, ол ішіп алды тағы басқа, мақұл оны қозғамай қойшы, оны білмейміз ғой нақты шынымен, іштің ашып бермей. Бір мысал бар. Сухой закон деген нәрсені естігенсіздер барлықтарыңызға, тарихта екі рет болды. Біріншісі Америкада болды 1920 мен 33 жылдардың арасында. Результаты өте нашар болды. Экономиканы құлдыратып жіберді, қылмыстық деңгейі жоғарылап кетті. Бірақ осы нәрсені көріп отырған бір адамды айтып берші дейді.
кезінде Аристотель адамдар жақсы болайық, бүйтейік деп айтты, бірақ Аристотель өлгеннен кейін басқа бір қоғам келді, атеистердің қоғамы келді. Сол кезде Да Винчи деп айтады, ешкімге бағынбаңдар, өздеріңді түсінбеңдер, сендер мынандай адам болу керексіңдер, сол үшін ғана жаратылдыңдар деп айтады. Дейсіз, сен осы өмірге ләззат тауып үшін дейді, ал екінші адам басқа айтады, сен осы өмірге қол үшін дейді. Ол нәрсе қайықта болып жатыр, біреу бұлай дейді. Біздің просто қателігіміз мынаны үйренеміз, немесе мынадан үйреніп аламыз, әйтеуір жаманнан үйренсек те, жақсыдан үйренсек те, ол біздің шешіміміз. Түсінесіздер ме? Ол нәрсені үйреніп жатқан біз, ал айтып жатқан тарихты басқа адамдар. Тарихты да адамдар жасады ғой, келісіңіздерші. Бағана түсіндіріп көрсетейін. 1985 жылы СССР-де осы нәрсе қайтадан енгізілді. Тура сондай мақсатпен алкоголизмді азайту, мемлекеттегі өйткені халықтың көп бөлігі алкоголизмді бөліп жатыр, тағы басқа деген сияқты. Бірақ олар білді оның нәтижесі қандай болғанын, оның алдында тура солай жасаған кезде. Соны біле тұра қайтадан істеді. Бір нәрсе үйренді ма осы нәрседен? Осыларды қайтадан істеді. Ол кезде бір адамдар болды, атеизмді қолдаған тағы басқа. Мен бүгінгі ойында адамдар ештеңеге үйренбейді деген позиция ойнап жатқан жоқпын. Адамдар үйренеді, бірақ оларға тарих үйретпейді деген нәрсе айтып жатыр. Адамдарға бүкіл үйрететін нәрсені дәл қазіргі сәт үйретеді. Осы шақ. Ал тарих өткен шақ. Қандай айыз-сақат болғанын, немесе кедей болғанын маңызды емес. Дәл қазіргі өмірде сені не талап етеді, сен соған қарай меңгересің, солай айтасың. Дәулеттің айтуы бойынша бәріміз жақсы адам екенбіз. Тарихта бізге тек қана жақсы нәрсені ғана үйретеді. Достар, біреудің бір атаны Құранның артына барып домбыраны үйретуі мүмкін, ал біреудің бір атаны барып оған темекі үйретуі мүмкін. Әлем жақсы мен жаманнан тұратын мен деп кеттім, ол нәрсені қозғай берудің қажеттілігі жоқ. Ал бағанағы алкогольге келетін болсақ, мен айтып отырмын, 1985-те ол нәрсені түсінбей сол нәрсені істеген шығар. Бірақ қазіргі Қазақстан Республикасында алкоголь жанамауға болмайды деген нәрселер шығып жатыр. Біз әйтеуір үйреніп жатыр, алкоголь дұрыс емес екенін осы қазіргі таңда үйреніп жатыр. Бұрынғы тарихтан үйреніп жатыр, 85 жылдан үйреніп жатыр. Әйтеуір бір нәрсені үйреніп жатыр. Осы нәрсені үйренгеніміз, біз тарихтан бір нәрсені үйренгенімізді дәлелдейді, достар. Одан кейінгі нәрсе айтады да, типа адамдардың сол бұрынғы КСР-дан андай болған басқа жоқ, понимаете? Жақсы деген нәрсе бар, жаман деген нәрсе бар, басқа жоқ. Маған сұрақтан айтамын, басқа не үйренуіміз керек, что басқа нәрсені мә үйрендік деп айтатындай, ондай нәрсе жоқ. Жаман, жақсы ол бірге жүрген. Тарих негізінен периодты түрде қайталанып отырады, байқайсыздар ма? Ылғи бір процестер бірінен кейін бірі орын алып отырады, және оны ешкім бұза алмайды. Егер тарих адамдарды бір нәрседе үйрететін болса, онда осы цикл әлдеқашан бұзылып қойып кетеді. Осы циклдің қайталана беруі уже адамдардың ештеңеге үйренбегенін дәлелдейді. Осыған қатысты мысал айтамын. Пассионарлық теориясы деген барлықтарыңыз білесіздер, бүгін барлықтарыңыз салыңыздар ғой ол. Қиын кезеңдер мұқтарамдар туғызады, бірдеңе деген барлық историяларды салып бөліп кетеді. Осы нәрсені түсіндіріп кетейін. Неге именно қиын кезеңдер мұқтарамдар туғызады всегда? Бұл нәрсенің болуы адамдарды қалыптастыру үшін, адамдарға бір нәрсені үйрету үшін осы шақтың маңызды екенін дәлелдеп тұр. Осы шақ қиын ба, осы шақ жақсы ма, ол жеткіліксіз әлсіз адамдар шығар. Тарихтың қалай болғанына қарай мынандай адамдар қалыптасады деген понятие жоқ. Осы шақтың өзіне қарай. Тарих не үшін қайталана береді? Неде тарих қайталана бермейді, оның процестері осы. Достар, мен қазір дәлелдеп беремін. Кезінде сырым дағдылығының көтерілісі болды, Кенесары Қасымұлының көтерілістері болды, және де біздің әпкелеріміз, ләззат әпкелеріміздің және де Қайрат ағаларымыздың көтерілісі болды. Енді менде сұрақ, егер де тарих қайталана беретін болсаң, кезіндегі бір қыздың ары үшін бір қаланы жермен жексен етіп тастаған аталарымыздың істеп жатқан тірлігін қазіргі қазақтар неге істемейді? Өйткені олар біз ол нәрседен қорқып қалдық. Осы қорқып қалғаннан кейін ондай көтерілістер болып жатқан жоқ. Қазақтың қызы Қытайға кетіп жатса да, жерімізді сатып алып жатса да, біз ол нәрсені қайталап жатқан жоқпыз. Өйткені біз ол нәрседен сақтану деген нәрсені үйрендік. Ол нәрседен сақтанып қалдық, қорқып қалдық. Түсінесіздер ме? Мен осы нәрсені айтып жатқанымнан өзім өкінемін.
өйткені ол нәрсені сақтамауымыз керек, ол нәрсені кезіндегі ар намыс деген нәрсемізді бойымызда сақтау керек болса, ол нәрсені сақтаған жоқ, ол үшін тарих қайталанып жатқан жоқ. Мен бақытты болып едім, егер де қазақтың тарихы бұрынғыдай қайсарлы қайталана беретін болса. Рахмет. Қазіргі кезде неге ұят деген түсінік басқаша және бұрын неге басқаша болды? Егер тарих адамдарды үйрететін болса, біз бұрынғы ұят туралы түсініктермен әлі күнге дейін жұмыс істеп Ағбасқа олардың барлық ұят деген түсініктері нашарлап деп Ағбасқа айтады. Неге олай отыр білесіз ме? Өйткені қазіргі қоғам бұрынғы нәрселерді талап етіп жатқан жоқ. Қазіргі қоғам либерализмді талап етіп жатыр. Қазіргі қоғам әйелдердің өздерінің киімін талап етіп жатыр. Қазіргі қоғам әйелдердің ұят деген түсініктердің барлығын былайша айтқанда жиістеп тастауды талап етіп жатыр. И сәйкесінше қоғам нені талап етіп жатыр, соған сәйкес адамдар қалыптасып жатыр. Егер барлығы тарих бойынша қалыптасатын болса, біз вообще өзгермеуіміз керек. Немесе бұрынғы жасалған қателіктерді қазір жасамауымыз керек. Бірақ біз сол қателіктерді қайта жасауымыз біздің ештеңеге үйренбегенімізді көрсетеді. Заңымызда соңғы 5 минут сізді сұрап 2 минут уақыт керек. Өсіне ма? Кеттік. Қайтадан көргеніме қатты қуаныштымын. Меніңше бүгінгі ойынды кішкене сараптамайын. Мынандай нәрсе, достар, бүгінгі Нұрдәулеттің айтуы бойынша біздің адами қасиеттеріміз әлі күнге дейін сақталып жатыр. Кезінде бізге айтады, тәкаппар болма дейді, осы нәрселердің барлығын ешкім тыңдап жатқан жоқ. Бірақ мен айтамын, тәкаппар бол деп айтқан адамдар да бар дейді. Дәни дейді деген сияқты нәрселер бар. Ол просто тәкаппар деген нәрсені бол деген кезде біз жеңілуіміз керек еді. Өкінішке орай ол нәрсені біз үйреніп алдық. И қазіргі таңда, қазіргі қоғамда тәкаппарлықтардың болып жатқаны осы тәкаппар деген сөзді үйреніп алғанымыздың арқасында достар. Сөзсем ме? Одан кейінгі жаман нәрсе айтылатын болса, тарихта ойбай осындай сатып кетті, бетіп кетті дейтін болса, ол нәрседен біз жеңілуіміз керек еді. Біз сатса бір рет сатқан шығар деп. Бірақ ол нәрсені біз үйреніп алдық. Мынау бізді сатты, бүйтті. Қазіргі қоғамдағы болып жатқан бүкіл ұлтаралық қақтығыстар, бүкіл бір-бірімен соғысып жатқан мемлекеттердің барлығы тарихтың кесірінен болып жатыр. Өйткені олар кезінде үйреніп алып, мынау сатқын немесе мынау маған жау деген нәрсені үйреніп алып достар. Білесіздер ме? И осының кесірінен қазіргі қоғам осындай болып жатыр деген сияқты нәрсені айтамын. Одан кейінгі мына нәрсені айтады, мен айтамын, біз тарихты негізінде насыраққа жауап берейікші. Тарихты не үшін оқимыз және оны не үшін қазбалаймыз? Тарихты адамдар жазады достар. Тарих шындық болмауы мүмкін, біз оның соңына дейін шындыққа жеткіміз керек. Не үшін білесіздер ме? Өйткені адамдардың шынайы ақиқатын ашу ол біз үшін маңызды. Кезінде біз Бекмахановты, Қайрат Рысқұлбековті қазақтың батыры деп ойлаған жоқпыз. Бірақ тарихта қазбалағаннан кейін біз не үйрендік білесіздер ме? Оларды құрметтеуге, оларды ұмытпауға, оларды ұлықтауға үйрендік достар. Осының барлығына бізді үйретіп жатқан тарих достар. Егер де тарих ол нәрсеге үйретпейтін болса, қазір біз тарихты мүлдем оқымайтын едік. Өйткені біз қазіргі бұрынғы ата-бабаларымызды Абай осылай айтқан, былай Шәкәрім осылай айтқан деп жатқанымыз оларды ұлықтап жатқанымызда. И тарих бізге оларды ұлықтауға, ұмытпауға, сақтық деген нәрсеге үйретіп жатыр. Осы нәрсені қатты. Одан кейін бүгінгі ойында мына нәрсені айтамын. Адамдардың барлығы жақсы емес, Нұрдәулет. Біз ертеңгі өмірінде сүйіп жатқан жоқпыз. Тіпті ана Тара мен Диегоның өмірінде де андай түлкі бар, который ұрлап жүреді, түсінесіздер ме? Ол жерде де жамандық деген нәрсе бар, жақсылық деген нәрсе бар. И ол бір-біріне қатар жүреді. Вот тарихта тек қана жамандық пен жақсылық бірге жазылып жатқан үшін қазіргі қоғамда дәл сондай ситуациялар болып жатыр. Өйткені біз тарихтан үйреніп жатырмыз. Мен келісетін тарихта тек қана жақсылық қана жазылатын болса, біз жақсы болып кетуіміз мүмкін еді. Бірақ тарихта өкінішке орай жамандық та жақсылықтың қатарымен бірге жазылады достар. Сатқынды басқа деген нәрселер тарихта солармен бірге қатар жазылып жатқаннан кейін біз осы нәрсені үйреніп жатырмыз. Бірақ та мен бір кітапты оқығаннан кейін бір адам тәкаппарлық жаман деген кітапты оқуы мүмкін, бірақ ол бір күннен кейін басқа кітапты оқуы мүмкін. Тәкаппар бол, өзіңді басқа біреуден асырма, өзің сен ғанасың деген кітапты оқуы мүмкін. Мотивациялық болсын. Осы нәрседен адам екі түрлі ойда қалады. И қазіргі таңда біреудің тәкаппар болып жатқаны, ал біреудің кішіпейіл болып жатқаны просто тарихта осы нәрселердің жазылып жатқанының несінде себебінен болып жатыр достар. Түсінесіздер ме? Мен келісетін тарихта тек қана жақсы нәрсе жазылатын болса, Нұрдәулет кешіріңіз, тек қана
ғана жақсы нәрсеге үйренеді. Бірақ тарих өкінішке орай жамандықпен бірге қатар тұрады. Одан кейінгі бүгінгі ойында мынандай нәрсені айтамын. Кезіндегі болып жатқан көтерілістер, басқа да дүниелер, достар, көтерілістер не үшін болмай жатыр қазіргі таңда? Өйткені біз ол нәрседен сақтанып қалдық. Сақтық деген нәрсенің екі жолымен де. Не оны өзінің бойында сақтап қалу. Егер де сен қазақтың тарихына махаббатты үйреніп жататын болсаң, сен оны өзінің бойына сақтап қаласың. Не екінші жол бар оның. Ол нәрседен сақтану, ол нәрседен қашу. Мынандай кезіндегі бала сияқты болмайын деген сияқты нәрсе. И осы екі жолмен кетіп жатқаны, ол дүниеде ақ пен қараның бірге жүріп жатқандай, достар. Осы нәрсеге Нұрдәулет қарсылық келтірмейді. Келесі нәрсеге байланысты, достар, мына сұраққа жауап берейікші. Тарихтың кезеңі болады, параграфы болады. Нұрдәулет өзі келсек, адам әртүрлі ситуацияда әртүрлі түсінуі мүмкін дейді. Вот, мен айтып отырмын, Нұрдәулет, бірінші адам ол жақсылық деп түсініп қалуы мүмкін. Екіншіде ол екінші ситуацияда, мынау жаман екен ғой деп түсініп қалуы мүмкін. И осы үшін қазіргі резонанс қоғамдағы осының кесірінен болып жатыр. Сөзсіздер ме? Мен келісетінім, Нұрдәулет алаңды былай ашатын болса, бүкіл адам тарихты оқыған кезде бір түсінетін болса, қазіргі адам, қазіргі қоғам барлығы жақсы болып кетеді, достар. Бірақ жақсы болып жатқан жоқ. Өйткені Нұрдәулеттің алаңы бойынша адам әртүрлі түсінеді тарихты. Мен жақсы деп түсінуі мүмкін, мен жаман деп түсінуі мүмкін. Одан кейінгі білесіздер ме? Біздің тарихымызда сақтау деген, сақтық деген нәрсе болды. Өйткені біздің қанымызға ол нәрсе сіңіп қалды. Кезінде біз өте толерантты болдық. Когда бізге жай ғана дорбасымен келген адамды арбасымен жүрген қазақ болғанбыз. Осы толеранттылықты бізге осы тарихты қайтадан үйретейін деп, ана батыстан келген жаңа қоғам бізге толеранттылықты үйретейін дейді. Сол кезде қазақ бірден не үшін толерантты болып кетті? Өйткені ол қазақтың тарихында тұрған, өйткені ол нәрсе кез болған тарих сөз соңында мені қолдап, осылай жанынан тауып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ағыламыздар, енді бүгінгі ойынның басынан басайық. Бірінші, мен ойынның басында білу және үйрену деген нәрселерді екі бөлек қылып ашқанмын. Осы нәрсеге қатысты мүлдем ойын алаңы дұрыс ашылған жоқ. Енді түсіндіріп кетейін. Данияр мырза былай айтады, адамдарға жақсы нәрседен үйретіліп жатыр, және жаман нәрселерді тарихтан қалып жатыр дейді. Бірақ кейбір қасиеттер бар, ол туралы ешқандай жақсы комментарийлер қалмаған. Бүкіл таққа талас атаққұмарлықтың соңы всегда жаман нәрсемен аяқталды. Атаққұмарлықтың соңы жақсы жақтан аяқталған қандай еңбек бар тарихта? Осындай бір еңбек бар. Адамдар осыны оқыған үшін барлығы атаққұмар болып кетті деген сияқты нәрсе айтатын болса, онда кішкене сенуге болады. Бірақ тарихтан біз ондай ештеңенің болмағанын көре аламыз. Келесі, мына нәрсе, жақсы және жаман нәрселерді қатар үйреніп жатыр дейді да, бір күні жақсы нәрсені оқиды, бір күні жаман нәрсе оқиды дейді. Бірақ егер осылай болатын болса, онда адамдардың бойында бір уақытта екі түрлі қасиеттер қалыптасу керек. Жақсы және жаман деген. Бірақ біз білеміз, бір адамдар жақсы жақты таңдайды өмірінде, екінші адамдар жаман жақты таңдайды. Неге онда екі жақты бірден таңдай алмайды? Осы нәрседе түсініксіз бе? Айтып отқан идеялар. Мындайда тарихи қателіктерге қатысты айтамын. Неге бір адам бар, бұрын болған адамның қателігін тура солай қайталайды? Өйткені олар ештеңені үйренген жоқ. Олар жай ғана білді. Бағанағы гейлерде, бағанағы адамдардың барлығы да бұрынғы адамдар қандай қателік жасағанын білді, бірақ үйренген жоқ. Білу мен үйренудің айырмашылығы, үйрену деген ол өзі үшін қабылдау. Неге именно көбінесе подростықтар немесе адамдардың барлығы құмар ойындар, казино, букмекер деген сияқты нәрселерді алданып қала береді. Хотя оларға кішкентайынан бастап айтылды, құмар ойындар деген жаман, оған ол жақтан ешкім ақша ұқпаған, ол жақтан ешкім жақсы адам болып кеткен жоқ. Ол туралы жақсы комментарий қайтқан естідіңіздер? Бүкіл айналамыздың барлығы ол туралы жаман комментарий айтады. Бірақ адамдар сонда да не үшін оған алданып қалады? Өйткені өздерін особенно сезінеді. Менің құндылығым да бүгінгі ойында осыған қатысты уникалдық деген. Әр адам өзін уникал сезеді. Жоқ, мен ондай білемін. Мен бір рет букмекерге кіріп шығамын да, сосын үйге қайтып кетемін деп ойлаймын. Өзін ерекше сезеді басқа адамдарға қарағанда. Оған бүкіл айналасындағы адамдар айтады, жоқ, сен ерекше емессің, бірақ ол сонда да тыңдамайды. Ол қай кезде түсінеді? Өзі бар, букмекерге барып, бүкіл ақшасын барып қарап қалған кезде, сол кезде ғана түсінеді. Бірақ ол кезде уже кеш болады.
адами қасиеттерге келейік. Көптеген қасиеттер туралы жыл сайын, ғасырлар сайын әртүрлі дәуірлерде әртүрлі ғалымдар кітаптар жазды. Олардың жаман екендігі туралы әртүрлі мысалдармен, дәлелдермен адамдар олардың барлығын білді, бірақ үйренген жоқ. Мысалы мынандай ғой, неге кейбір сөздердің, кейбір ойлардың мағынасын біз өзіміздің басымыздан өткен кезде ғана түсінеміз. Бүкіл мағыналарды жалпы, бүкіл сөздерді. Мысалға, бағанағы ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деген нәрсені біз үлкен болған кезде ата-ана жауапкершілігі өзімізге түскен кезде ғана біз сол кезде түсінеміз, баяғыда менің ата-анам осы нәрсе туралы айтқан екен ғой. Бірақ кішкентай кезімізде түсінген жоқпыз, өйткені бізге ата-анамыз оны қанша айтса да, қанша жерден күндіз түні басымызға құйып тастаса да, біз оны үйренген жоқпыз. Тарих бізге ештеңе үйреткен жоқ. Егер тарих бізге үйреткен кезде біз сол кезден бастап түсініп қояды екен. Бірақ біздің енді келіп ата-ана өзіміз болған кезде ғана түсінуіміз бізге осы нәрсені осы шақтың үйреткенін дәлелдеп тұр. Яғни бұл жерде бүгінгі ойында адамдар көп нәрселерге үйренеді, бірақ ол үйренген нәрселерін тарих үйретпейді. Оны осы шақ үйретеді. Көптеген мемлекеттердің мысалында, егер адамдарға мысалға эксперимент жасалған, қанша жерден адам ақсүйектердің тұқымы болсын, немесе кедейлердің тұқымы болсын, егер солардың ұрпағы болған күннің өзінде, егер ол адамдарға қазіргі заман басқаша условия қоятын болса, онда ол адам қазіргі заманның условиясы бойынша өмір сүреді және сол бойынша қалыптасады. Маңызды емес, тарих оған ештеңе үйрете алмайды. Өйткені қоғам қазіргі одан басқа нәрсені талап етіп тұр. Түсініп тұрсыздар ма? Значит, адамның бүкіл өміріндегі тәжірибесі тек қана осы шақта қалыптасатындығында. Келесі, мына нәрсе. Бағанағы әйелдердің мысалдарына келейікші қайтадан. Әйелдердің күйеулеріне айтатын жалобалары бар дейді. Баяғыда мамамды тыңдамай, сонда да саған тұрмысқа шыққан едім, енді өкініп жатырмын деген сәтші. Егер тарих үйрететін болса, адамдарға бір нәрсе, онда сол қыз мамасының айтқанын тыңдап, сол кезде үйленбей қою керек еді. Бірақ ол не үшін үйленді? Тағы да өзін уникал сезінді. Жоқ, жігітке қарағанда басқаша. Менің ситуациям сенің ситуацияңнан басқаша. Хотя ситуациялар бірдей болған күннің өзінде адамдар өздері басқаша сезінді. Өздерін басқаша сезінуі олардың сол қателікті қайтадан жасауына алып келді. Значит, тарих тағы да ештеңе.